Өзбектегі Айдаркөл қазақтың жері болған ба. Совет одағы кезінде Қазақ Совет Социалистік Республикасының бас хатшысы болып Юсупов дейтін ұйғырды қояды. Сол Юсупов ұйғыр қазақ жерін Шымкент жақтағы біраз жерді өзбекке қиып бере салды. Оның бәрі тарихта айтылған жер. Бейне Қырымды Хрущев Украинаға бере салған сияқты, әлгі Юсупов ұйғыр қазақтың біраз жерін бере салды. Юсупов 1 жыл ма, 2 жыл ма сондай бас хатшы болып тұрды да, артынан қызметінен кетірілді. Орнына Татар Құнайып деген кісі келді. Құнайыптың қатыны ұйғыр болды. Сол кезде Юсупов кітап жазады. Мынау Алматының шетіндегі Татарка дейтін жерде жасаған Құнайып. Бүкіл мектепте куәлігі, бүкіл архивінде татар деп жазылған Құнайып. Ол заманда Қазақстанда қазақ десең қақпайланасың. Қазақ емес кез келген қалмақсың ба, сығансың ба, чукчасың ба, біреу болсаң, сен қатты қолдау табасың. Қазақ болсаң қудаланасың. Сөйтіп, қазақ болмай жүрген Құнайып бірақ күнде Москвадан оны Қазақ СССР-ның бас хатшысы қылатын кезде бірақ күнде бүкіл архивін қазақ қылып, руына дейін пәлен ру болып сіңіп алған. Бұған таңырқамай-ақ қойыңыздар. Мысалы, мынау Қарасарт Кәрім Мәсімовті Найман қып қойды ғой. Енді ойлаңдаршы. Неге Найман қып қойды? Ойлаңыздаршы. Неге Найман қып қойды? Найман көп қой. Қазақта ең көп рудың біреусі Арғын, біреуі Найман сол мысалы. Оның үстіне Найман Қызылордада бар, Балталы, Бағаналы, Шымкентте бар, Ташкентте бар, Алматы облысында бар, Шығыста бар, орталық Қазақстан, Қарағандыда бар. Найман жоқ жер жоқ қой, Үрімшіде бар енді, былай қарасақ енді. Былай қарасақ. Элон Маск енді Марсқа шықса, Марстан да 1-2 Найман кезігіп қалса, мен таңырқамаймын енді. Баяғыда Қашқарды жаулап тұрды Наймандар, мысалы, білесіздер енді. Сол кезде мен айттым ғой кешегі лекциямды әзілдеп. Қазіргі мына алаяқ депутат, мысалы, кім, Ринат, Мақсат Толықбай деген Наймандар. Мына кім найманизмнің пайғамбары болатын, найманизм дейтін аурудың рәгімен ауыратын Берік Уәли. Мына сұп-сұп деп кемпір шалдарды алдап ақша тауып жүрген алаяқ Ахметбек Нұрсила, бұлардың бәрі қу наймандар солар. Қашқарды наймандар жаулап алған кезде сол сарт қатындарға ілесіп келген сарттың балалары ғой. Павлодарда да бар.